Биыл Назарбаев зияткерлік мектептерінің құрылғанына 10 жыл толуына орай еліміздің түпкір-түпкірінде ауыл мектебін қолдайық акциясы басталды. Оған Петропавлдағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары да атсалысуда. Игі шара аясында олар Есіл ауданына қарасты Тауағаш елді мекеніндегі оқу ордасына көмек көрсетіп, тарту таралғы жасамақ. Толығырақ Нұрбол Балғабеков толықтырады. Назерке Малдыбаева Петропавлдағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 11 сынып оқушысы. Акциясына жүргізілген байқауда оның жобасы үздік деп танылды. Бұл үшін ол өзінің туған жеріндегі Тауағаш орта мектебі туралы көп мағлұмат жинастырып, дәл осы білім ошағы қолдауды қажет ететіндігін дәлелдеген. Мен бұл жобаны өзімнің тәрбиешімнен естідім. Және де осы жобада менің негізгі мақсатым ол өзімнің мектебіме, Назарбаев зияткерлік мектебінің көңілін аударту болды. Осы арқылы мен өзімнің туып өскен жерімдегі мектебіме көмек қолын созғым келді. Және де осы мүмкіндікті пайдаланып, мен өзімнің ауылымның беделінде көтергім келді. Бұл жобаға мен негізінен бір жұма уақыт кетірдім. Аталмыш жобаның басты мақсаты елді мекендердегі мектептерге көмек көрсету. Сонымен қатар мұнда буккроссинг деген атаумен акция өтуде. Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы жыл бойы кітап жинайды. Кейін жиналған кітаптардың барлығы Тауағаш орта мектебіне жіберіледі. Оларға методикалық, яғни әдістемелік, жаңа бағдарламаға көшу, жаңартылған білім беру мазмұнына көшуге орай өзіміздің әдістемелік көмегімізді көрсету. Сонымен орай ол мектепке, яғни біздің жағдайдан Тауағаш орта мектебіне 3D принтер сыйлыққа тартылады. Ол мектепке 100-ге тарта үй гүлдері сыйлыққа сыйланады. Жалпы акция мамырдың соңында қорытындыланатын болады. Нұрбол Балғабеков, Орал Өміренов, жаңалықтар қызметі.